Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге біз бүгін Айқанат олимпиадасының кезекті турына дайындық сұрақтарын қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші сұрағымызға қарайтын болсақ, суретте 3 дененің қозғалыс графиктері берілген, 6 секунд ішінде орын ауыстыруы ең кіші болатын дене. Яғни мына жерде VT графиктері берілгендіктен бізге орын ауыстыруы әдетте VT графигінің астында қалған аудан береді. Сәйкесінше, мына жақта минус болған үшін, мына жақта плюс болған үшін, яғни мына минусмен ғой жылдамдықтың. Мынау бізде минус мәндік орын ауыстыру шығады. Минус мәндік орын ауыстыру деген, естеріңізде бар болса, біз бір бағытта орын ауыстырып, ол бағытты плюс бағыты деп қабылдайтын болсақ, минус бағыты оған қарама-қарсы бағыт, яғни керісінше бағытта орын ауыстырды деген сөз. Сонда жалпы орын ауыстыру азайып қалады. Демек, бірінші, ең кіші болуға бізде бірінші график сәйкес келуі мүмкін болып тұр. Қазір есептейміз. Алдын ала біз визуалды бір қарап алайық. Мына жерде қараймыз, 15 жылдамдық 2 секунд плюс. Яғни, мынау ең кіші бола алмайтыны айқын. Демек, келесіне өтеміз. Мына жерде плюс, мына жерде минус. Бірақ қараймыз, мына жерде плюс 15, мына жерде плюс 30 метр секундпен қозғалған. Демек, мынау да бола алмайды. Біз бірінші А нұсқасын бірден белгілей салсақ болады. Әрине, бұл логикалық шешім түрі болып табылады. Негізінде біз бұны есептеп шығарсақ болады. Мысалға, мына жерде плюс В көбейтілгенті бізге орын ауыстырды береді. Сонда 15 көбейтілген 2 қанша болады? Мына жерден біріншісі бізде 30 метр шығады. Екінші бағытта минус бағыты минус 10 көбейтілген 2-ден 4-ші секундқа шейінгі уақыт, яғни тағы да 2 секунд минус 20 болады. Сәйкесінше плюс 30 минус 20 нәтижеде плюс 10 ғана шығады. Қалғандарында дәл солай есептеп шықсаңыздар, ол жағдайларда бірінші жағдайға қарағанда көбірек мән шығады. Сәйкесінше бізде орын ауыстыру ең кіші болатын график, ол бірінші график болып табылады. Ал екінші сұрағымызға келетін болсақ, төмендегі суретте көрсетілген дельтаплан төмен қарай үдемелі қозғалуда. Осы дельтапланға әсер ететін күштер дұрыс көрсетілген сурет дейді. Әсер ететін күштердің шамасы вектордың ұзындығына пропорционал. Бізде мына жерде енді жауаптарда векторлар көрсетілген. Дельтаплан мына жерде тұр. Дельтапланның қараймыз қайтадан келіп, осы дельтапланға әсер ететін күштер дәлірек айтқанда, дельтаплан төмен қарай үдемелі қозғалуда. Егер дельтаплан төмен қарай үдемелі қозғалып жатқан болса, онда олардың қосынды күші осы бағытта деген сөз. Өйткені F тең M көбейтілген A формуласы біздің есімізде болар. Сәйкесінше, демек, тіпті мына формуланы сіздер білмеген жағдайда да, яғни дене үдемелі бір бағытта қозғалатын болса, демек күш сол бағытта әсер етіп жатқанын білесіздер. Сәйкесінше, қосынды күш бізде төмен қарай бағытталған болатын болса, бізде мына жерде бірден белгілеуге болатын мына вариант бізде болмайды, өйткені мына екеуін қоссаңыздар, векторлардың ұзындығы олардың мәнін көрсетеді деп айтып тұр бізде. Сәйкесінше мынау бола алмайды, өйткені жоғарыға тартып кетеді, мынау да бола алмайды бізде. Не Б болады, не Д болады. Енді сұрақтың өзіне қайтадан келіп тоқталайық. Дейді, осы дельтапланға әсер ететін күштер дұрыс көрсетілген сурет. Яғни, осы дельтапланға әсер ететін барлық күштер мынау нұсқадағыдай бола алмайды. Өйткені тек қана төмен қарай әсер етпейді. Бізде төмен қарай әрине ауырлық күші М көбейтілген G әсер етеді. Бірақ оған не істейді? Дельтапланның көтеруші күші де бар. Сәйкесінше жоғары қарай да бір күші әсер етеді. Бірақ MG ауырырақ басқан үшін біздің жобалап алған кезде, дәлірек айтқан кезде, жобалап емес, схемалық түрде алған күштер мына түрде болу керек. Яғни жоғарыға бір күш бар, төменге бір күш бар, бірақ жоғарыға бағытталған күштің мәні кішкентай, сәйкесінше төмен қарай бағытталған күш оны ауыр басып кетеді. Ал келесі сұрағымызға келетін болсақ, тік жоғары 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған дененің кинетикалық энергиясын табыңыздар дейді. Тік жоғары, яғни жалпы кинетикалық энергия қалай табылатын еді? Кинетикалық энергия М көбейтілген V-ның квадраты бөлінген 2 формуласымен табылады. Сәйкесінше дененің массасы 0,2 көбейтілген жылдамдық 10 квадраты. Қараймыз, мына жерде де өлшем бірліктер бізде си жүйесінде берілген, сондықтан ештеңені айналдырудың қажеті жоқ. Бөлінген 2 дейміз. Мына екеуін қысқартқан кезде 0,1 көбейтілген 10-ның квадраты 100. Сәйкесінше бізде 10 джоуль деген жауап шығады. 10 джоуль деген жауап бізде Д нұсқасына сәйкес келеді екен. Ал келесі есебімізге келетін болсақ, суретте берілген электр тізбегінде К мен Л кілттерін қосқан кезде жарық беретін шамдардың саны дейді.
Біз келіп қарайық, мына жерде ток күші мынау полюс болғандықтан ток бізде мына бағытта аға бастайды. Сәйкесінше ток мына жерге келеді, К-ны жаптық, L-ды жаптық, екеуді тізбегінде камен кілттерін қосқан кезде, екеуінде қостық, яғни жаптық дейміз, қостық дейміз. Сәйкесінше ток не істейді, мына жаққа кетеді және мына жаққа кетеді. Бірақ мына жерде кедергі бар, мына жақта жоқ. Мына жерге келген кезде тағы да бөлінеді, бірақ кедергі бар, әзірше өтпейді, ток тағы да келеді. Сонда қарасақ, үш жерде де кедергі бар, демек үшеуінен де ток өте бастайды. Мынау нүктелердің потенциалдары бірдей, өйткені орталарында ешқандай элемент жоқ. Үшеуінің потенциалы бірдей деген сөз, ток мына жерде қайтадан қосылып үлгереді деген сөз. Яғни, мысал ретінде айтатын болсақ, біз мынандай бір мысал берсек болады. Су ағып келе жатыр, судың бір арнасы, екінші арнасы, мына жақтан ағып, үшінші арнасы ағып келді. Бір ортаға қайтадан жинақталып, сосын қайтадан басқа жақтарға бөліну мүмкін. Сәйкесінше осы жағдайға бізде ұқсайды. Енді қараймыз, мына жаққа ағайын десе кедергі бар, мына жаққа ағайын десе кедергі жоқ, мына жаққа ағайын десе кедергі бар. Кедергі жоқ жақтан не істейді? Токтың барлығы ағуға тырысады. Сәйкесінше не істейді? Мына жаққа қарай, мына токтың бәрі кетеді, мына токтың бәрі тоже мына жаққа кетеді. Бірақ мына жерге келген кезде, мына бір нүктеге, біз нүктелерді белгілесек те болатын еді. А, Б, В деген сияқты таңбалармен, бірақ белгілемей шығаруға тырысайық. Енді басқа түсірейік. Мына нүктеге келген кезде не істейді? Токтың бір бөлігі былай келді, бір бөлігі былай келді, бір бөлігі былай келді. Енді қараймыз, біздің мақсатымыз, яғни токтың мақсаты дәлірек айтқанда, мынау минусқа қарай жету. Өйткені сол жақта потенциал төмен, сол жаққа қарай тырысып жатыр. Ол артқа қарай ақпайды. Өйткені мына жақ пен мына жақтың потенциалы бірдей болады. Ортада екеуінің ағуына бір-біріне кедергі жасайды деп айтуға болады. Шартты түрде әрине. Енді мына нүктеге жету үшін не мына жолмен баруға болады, не мына жолмен баруға болады. Екі жерде де кедергі бар, демек екеуінен де өтеді деп айтуға болады. Сәйкесінше екеуінен өтіп, мына жаққа қарай ток келеді. Енді сұрағымыз, суретте берілген электр тізбегінде камена кілттерін қосқан кезде жарық беретін шамдардың саны. Сонда мынау 1, 2, 3, 4, 5. Демек бізде 5 шам жарық береді, біреуі бермейді екен. Жауабымыз мына жердегі нұсқамыз бойынша С нұсқасы болып табылады. Ал келесі сұрақты қарастыратын болсақ, көлемдері бірдей алтын, күміс және қола қоспаларынан жасалған үш денені суға салған кезде оларға әсер ететін Архимед күштерін салыстырыңыздар дейді. Бізде ро алтын, күміс, қола дейді. Көлемдері бірдей деген мына жерде өте маңызды ақпарат берілген екен. Естеріңізде бар болса, 7-ші сыныпта сіздер өттіңіздер. Архимед күшін есептеген кезде оның негізгі формуласы қалай еді? F Архимед тең ро сұйықтық көбейтілген G көбейтілген V дененің батқан бөлігі. V батқан деп қоюға болады. Мына үшеу алтын, күміс, жоқ, алтын, күміс, қола мен алтынның қоспасы дейді. Жарайды, қай-қайсысы болса да мына жаққа батып кетеді. Көлемдері бірдей. Демек, батқан бөлігі мынау бірдей болады. G ол еркін түсеудеуі, ол барлығы үшін бірдей. Яғни, ол G мен V бірдей. Енді үшеуі де суға батып жатыр. Бізде мына жерде ро сұйықтық денелердің өзінің тығыздығы бізге маңызды емес. Ол бата ма, батпай ма соны анықтайды. Ал Архимед күшін сұйықтықтың тығыздығы анықтайды негізінде. Сәйкесінше бізде ро сұйықтық үшеуінде де су болған үшін үшеуінде де бірдей. Демек, мынау бірдей, мынау бірдей, мынау бірдей. Сонда F Архимед барлығында не болады? Бірдей болады. Жауабымыз сондықтан А нұсқасы болып табылады.